Сәлем достар, бүгінгі 4-ші сабағымыздың тақырыбы карго адресін қайда енгіземіз, карточка данныйын қалай енгіземіз, юаньді теңгеге қалай аударамыз, сол жайлы талқылайтын боламыз. Карго жайлы айта кетейін, жалпы қазіргі нарықта карголар өте көп, ол өзіңіздің таңдауыңызға байланысты. Таңдамас бұрын каргоны жақсылап тұрып тарихын зерттеп алғаныңыз дұрыс. Өзім осы уақытқа шейін 3 каргомен жұмыс жасап көрдім. Соның бірі 878 каргосы. Тарифі өте ыңғайлы болғанымен, товардың келу мерзімі 2 айға шейін созылып кетті. Smart 532 каргосы товардың келу мерзімі ұзақ болды. Товарлар жоғалып кетті, соңында карго жабылып қалды. Товарға деген жауапкершілікті ешкім алған жоқ. Қазіргі таңда экспорт каргосымен жұмыс жасаймын. Бұл ең сенімді әрі ең тиімді карголардың бірі мен үшін. Карго данныйын қайда енгіземіз? Жеке кабинетке кіреміз. Мына батырманы басамыз. Қандай да бір каргоны таңдасаңыз, менеджер сізге Қытайдағы складының адресін береді. Соны копировать етесіз, плюсик батырмасын басасыз. Осы жерге ставить етесіз де қызыл батырманы басасыз. Қызыл батырманы баспас бұрын менеджерге тексертіп алғаныңыз дұрыс. Өте оңай, еш қиындығы жоқ. Енді юаньді қалай теңгеге аударамыз, сол жайлы көрсете кетейін. Кез келген товарды аламыз. Мысалға, мынау платокты алайық. 45 юань деп көрсетіліпті. Төменге түсеміз. Кез келген түсін таңдай қойайық. 45 юань. Google-ға кіреміз. Курс юань теңге деп терсеңіз, осындай бет шығады. 45 деп тереміз. 2972 теңге 51 тиын деп көрсетіліп тұр. Осылай аударасыздар. Енді карточка данныйын қалай енгіземіз, сол жайлы айта кетейін. Бұл жерде мен данны енгізбеймін, сізге мысал ретінде көрсетейін. Кошелек батырмасын басып, төменге қарай түсесіздер. Осындай ашық беріледі. Карточкаңыздың номерін тересіз. Қызыл батырманы басасыз. Бірінші тұрған жерге сіз өзіңіздің карточкаңыздағы аты жөніңізді ағылшынша тересіз. Одан кейін астына срок годность, одан кейінгі 3-ші тұрған ол сіздің карточкаңыздың артындағы 3 сан. Соны теріп қызыл батырманы басасыз. Одан кейін сізге товар, соның астында мәтіндер беріледі. Сол мәтіндердің ішіне қызыл жүрекшені таңдап аласыз. Ішінде ақ галочкасы бар. Соны басқан кезде сізге 6 үй ашық беріледі. Ол жерге сізге ешқандай сообщение келмейді. Ол жерге сіз өзіңіздің ойыңыздан код құрастырасыз, 6 цифралық. Оны ұмытып қалмауыңыз керек. Оны теріп болған екен, тағы да қызыл батырманы бассаңыз, тағы да 3 үй ашық беріледі. Ол карточкаңыздың артындағы 3 цифра. Соны терсеңіз, қызыл батырманы бассаңыз, сіздің карточкаңызден ақша алынады. Товарға деген ақша алынады. Осылай товарды сатып ала аласыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.